Казан. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ойбай Нұрмаханқызы және мен нөмір 65-ші мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысымын. Жетекшім Мырзахметова Майра Айыпханқызы және бұл жобаның тақырыбы кісі есімдерін жасалу жолдары мен тілдік ерекшеліктері. Жобаның басты өзектілігі ол кісі есімін балаға ат қою дәстүрінде кісі есімінің мән-мағынасы мен оның шығу төркініне мән бермеудің әсеріне қазақ тілінің дамуына үлкен кері әсерін тигізуде. Жобаның мақсаты қазақ есімдерінің мағынасын және жасалу жолдарының ерекшеліктерін талдап, ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту. Міндетім қазақ кісі есімдерінің тілдік ерекшеліктеріне тоқталып өтіп, кісі есімдерін білдіретін мағынасын жан-жақты талдау және ұлттық құндылықтарға тоқтала отырып, наным-сенімдерге, ырымдарға байланысты қойылған аттарды қайта жаңғырту. Гипотезасы кісі есімдерінің мағынасын талдап көрсететін нұсқа кітапшаларды жарыққа шығару, қойылған есімнің адам тағдырына кері әсерін тигізетінінен халықтың назарын аударту. Ономастика ол тіл ғылымының жалпы есімдерін зерттейтін ғылым. Соның ішінде ол антропонимика, этнонимика, топонимика және зоонимика салаларын зерттейді. Соның ішіндегі антропонимика саласын бүгін зерттейтін боламыз. Антропонимика саласы кісі есімдерін зерттейтін ономастиканың үлкен саласы және адам кісі есімдеріне қызығушылық білдіретін адамдардың саны аз емес. Соның ішіндегі Телқожа Жанұзақов қазақ антропонимикасын тереңнен зерттеген ғалым. Ол мынадай пікірде: қазақ антропонимикасы адамның өткен тұрмыс тіршілігін, мәдениеті мен материалдық ерекшеліктерін көрсетеді. Ең болмағанда бұл көрініс бұрынғы заман адамдарының дәуіріне ерекше көрініс табады. Антропонимика тек қана адамның есімімен ғана тоқталып қоймайды, сонымен қатар ол адамның есімін, тегін, әкесінің атын, лақап атын, псевдонимін және сонымен қатар интернет желісіндегі никінді зерттейді. Қазақ есімдеріне жалпы антропонимика саласына қызығушылық білдіре отырып, мен зерттеу жұмысын жүргізуді жөн санадым. Менің зерттеу объектім болып нөмір 65-ші мектеп гимназиясының оқушылары болып түсті. Ондағы оқушылардың санын анықтау үшін өздеріңізге белгілі күнделік кезек сайтының көмегіне жүгіндім. Ондағы оқушылар саны 3113 оқушы. Соның ішінде танымал деген 10 оқушының есімін теріп алдық. Ондағы Аман, Арман, Қайрат, Диас, Асқар және Аружан, Дана, Сабина, Яулым, Диана есімдері. Соның ішіндегі Аманның 89, Аружанның 64 егелерін таптық. Егер де бұл есімдерді жеке талдайтын болсақ, Арман есімі семантикалық жағынан болашақтан үміт күтер азамат деген мағынаны білдіреді, ал тілдік құрылымы жағынан қазақ сөзінің төл сөзі және толық мағыналы түбір сөз. Аружан есімі семантикалық жағынан сұлу жан, көркем адам, тілдік деген мағынаны білдіреді, ал тілдік құрылымы жағынан қазақ сөзінің төл сөзінен, екі сөзінен құралған Аружан есімі. Қазақ тіл ғылымы фонетика, лексика, грамматика салаларын зерттейді. Соның ішіндегі фонетика тіл дыбыстарымен оның жасалу ерекшелігін, оның үндестігін және сингармонизм заңы, орфография мен орфоэпия заңдылықтарын зерттейді. Қазақ кісі есімдерінің фонетикалық өзгеріске көп ұшырайды. Соның ішіндегі Аман және келді сөздерінен құралған есім бүгінгі күнде Амангелді болып айтылып та жазылып та жүр. Бұл фонетикалық принципке негізделген. Және сингармонизм заңы бойынша қазақ тіл есімдері бүгін буын үндестігіне бағынады, алайда бағынбайтын есімдер де бар. Ол Мұхит, Айгүл, Гүлжан және тағы да басқа есімдер, яғни түбір мен қосымшасы екі түрлі дыбыста аяқталады. Және бұлар әртүрлі ықпал арқылы да жасалады. Олар ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал. Ілгерінді ықпал дегеніміз қатар тұрған екі дауыссыз дыбыстың алдыңғысының кейінгісіне әсер етуі. Мысалы, Тұратбек, Жолдасбай, Сәтбай және тағы да басқалары. Ал кейінді ықпал дегеніміз қатар тұрған екі дауыссыз дыбыстың кейінгісінің алдыңғысына әсер етуі. Ол Сәрсенбай, Ташинар, Сәрсенкүл. Ал тоғыспалы ықпал дегеніміз қатар тұрған екі дауыссыз дыбыстың бір-біріне кейінді және ілгерінді ықпал ету әсерінен екі дауыссыз дыбыстың өзгеріске ұшырауы, яғни Амангелді, Дошан. Қазақ есімдерінің лексикалық құрылымы. Лексика үлкен тарау ретінде білеміз, және сөз ол белгілі бір мағынаға ие. Тілдің ерекше құрылымы ол оның басты қызметі атауыш қызмет, яғни белгілі бір заттың мағынасын атауын білдіреді. Сол сияқты қазақ есімдері де белгілі бір мағынаға ие. Жалпы лексиканы үлкен тарау ретінде қарастырып, оны үш бағанда
зерттеп өтеміз. Ол көп мағынасына қарай көп мағыналы сөздер, синоним, антоним, амоним және қолданылу аясына қарай кәсіби, диалект, кірме, жаңа көнерген термин сөздер, ал дәстүрге байланысты табу, эвфемизм, дисфемизм. Мысалы, мағынасына көп мағыналы сөздерге ол әсер есімін жатқызсақ болады, яғни оның көп мағынасы бар. Мысалы, әсер, шекер, балнұр және тағы да басқалары. Ал антоним сөздерге ақжан мен қаражан есімі бір-біріне антоним болып келеді. Қолданылу аясына қарай кәсіби сөздерге Болат, Мақтагүл есімдері, ал кірме сөздерге Мұхаммед, Медина, Рамазан есімдері жатады. Яғни бұлар ислам дінінен келген есімдер, араб тілінен енген сөздерден құралған. Ал дәстүрге байланысты табу есімдері, яғни Ибрахим, Абай мен Ыбырайдың шынайы есімдері. Не үшін? Себебі Ибрахим ол пайғамбардың есімі болғандықтан, оны тікелей атауға қорқып, оған балама есімдерді айтуға жөн болған. Сол сияқты төре жігіт, ерке қыз есімдері және лексика-семантикалық топқа да байланысты есімдер бар. Олар табиғат құбылыстары, аң, жануарға байланысты, өсімдік, жеміс, жидек, асыл, металл заттарға байланысты да есімдер. Яғни табиғат құбылыстарына байланысты ол таубай, боран, толғанай, ал аң, жануарларға байланысты түйебай, ешкібай, ақбота. Өсімдік, жеміс, жидек, асыл заттарға ол жидекгүл, гүлжан, гаухар, маржан, алтын, алмас есімдері. Қазақ есімдерінің грамматикалық құрылымы. Қазақ тілінде грамматика саласы өте күрделі де ауқымды сала. Кісі есімдерін зерттейтін жалқы есім тарауы грамматикалық морфология саласында қарастырылады. Морфология саласы толы сөз табын зерттейді, соның ішіндегі зат есімі жалқы есімдерді тереңінен қарастырып өтеді. Яғни айтып кеткендей, сөз ол белгілі бір мағынаға ие, ал қосымшалар ешқандай мағынаны білдірмейді. Сол себептен олар белгілі сөзге қосылып мағыналы сөз құрайды. Яғни Нұрша есімі, Нұр ол түбірі, қосымшасы Ша есімі, Ша жұрнағы қосымшасы. Екі түбірдің бірігу арқылы Нұр және Ислам мағынаға ие сөздер екеуі бірігіп Нұр Ислам сөзін тудырады. Морфологиялық тәсіл арқылы түбір қосылған жалғау, қосылған жұрнақ, ол мысалы гүлім, гүлден, айым, айдай деген есімдерді құрастырады. Сонымен жобаны қорытындылай келе ономастиканың ғылымының антропонимика саласы бүгінде зерттеуді және талдауды қажет етеді. Қазақ тілінің фонетикалық саласы, фонетикалық, лексикалық, грамматикалық заңдылықтарын біліп жүру аса маңызды. Адамның есімі оның тағдырына тікелей әсер ететінін барлығымыз білеміз. Сондықтан балаға ат қою кезінде үлкен адамдардың ізгі ниетті және жауапкершілікті сезінгендері абзал. Сонымен қатар шет елдің өзге есімдеріне еліктемей, қазақтың қарапайым және көркем есімдеріне қолдануымыз абзал, себебі бұл болашақта біздің ұлттық құндылықтарымыз бен қазақ тілінің дамуына әсерін тигізеді. Ұлттық құндылықтарды тұрғысынан ата салтымызды қайта жаңғырту, неше ғасырлық өмірлік тәжірибенің нәтижесінде қалыптасқан ат қою дәстүріне көңіл бөлу баршамыздың міндетіміз болуымыз қажет. Сонымен өзімнің сөзімді Дейл Карнегидің сөзін аяқтағым келеді. Адамның есімі ол кез келген тілдегі тәтті әрі ең маңызды дыбыс.